Алламен бизнес серіктес болған Салах Атия, Египеттегі Тафақнал Афшар Декахлия провинциясы деген кішкентай ғана елді мекенде туып өскен қарапайым ғана жігіт. Сіңірі шыққан кедей отбасы, бақытсыздау балалық шақ. Әкесі Салахқа үнемі екі өлшем үлкен киімдер алатын, өйткені жыл сайын жаңа киім алуға қаражат жоқ еді. Салах есейіп мамандық игеріп, өмірге араласса да ісі оңға баса қоймайды. Сөйтіп ұнжырғасы түсіп, сала суға кетіп жүрген күндердің бірінде курстас жігіттерін жолықтырады. Олардың да жағдайы мәз емес. Жіптері күрмеуге келмей жүрген көрінеді. Өткен кеткен, бүгін болашақ туралы біраз әңгіме соққан жігіттер ақыры бір шешімге тоқтайды. Біріксек жеңеміз, білім бар, жігер бар, күш бар. Азын аулақ қаржымызды қосып, жаңа іс бастаймыз. 9 жігіт, бір курстың түлектері, көптен ым-жымдары бір, талай қызық пен қиындықты бірге өткерген адамдар. Мақсат айқын, шағын құс фермасын ашу. Бастапқы қаражат үшін 2000 египет фунты қажет еді. 9-ы 200 фунттан ортаға салады, ал соңғы 200-ді қосар 10-шы серіктес жоқ еді. Іс тағы да тығырыққа тірелгендей болады. Келесі күні Салах достарына мынадай ұсыныс айтады. Жігіттер, мен 10-шы серіктесті таптым. Ол Құдай. Қазір бәріміз оның жарнасын, яғни жетпей тұрған 200 фунтты бөліп төлейміз. Ал түскен пайданың 10%-ын оның өз жолына жұмсаймыз. Жаңа басталған іске береке бұйырту, әрі қамқорлық жасау оның жұмысы. Жігіттер бірден келіседі. Опыр-топыр жұмыс басталыпты кетеді. Әп дегеннен-ақ іс дөңгелей жөнеледі. Құжаттар кідірмейді, тауарлар дайын тұрады. Көлікпен тасымалда өзінен өзі қиюласа жөнеледі. Нәтижесінде бірінші жылдың өзінде-ақ жігіттер пайдаға шығады. Бұл керемет нәтиже еді. Салах жігіттерді жинап пайданы бөліске салады. Әлбетте 10%-ы Құдайдікі. Оған жігіттер тиіспей және келер жылы Құдайдың үлесін 20%-ға арттыруға уағдаласады. Бизнес тым жоғары қарқынмен алға басады. Бір жыл ішінде жолға қойылған жүйемен сыртылдап айналып жатыр. Тіпті ойламаған жақтардан тапсырыстар түсіп, жігіттер бизнесті кеңейте бастады. Ұлғайған бизнеспен бірге Құдайдың үлесі де үлкейе бастайды. Бірнеше жылдан соң жігіттер тапқан табыстарының тура тең жартысын, яғни 50%-ын Құдайдың шотына аударып отырады. Әрине, Құдайға ақшаның не керегі бар? Салах бастаған жігіттердің Құдайдың үлесіндегі ақшаны ауылдан мектеп ашады. Бірінші ұлдарға арналған бастауыш мектеп, келер жылы қыздарға арналған бастауыш мектеп, ал оның келесі жылы аядай ғана ауылдан жалпы орта білім беретін үлкен мектеп көтереді. Бір қызығы, Құдайдың үлесі көбейген сайын пайда да еселеп көбейіп отырады. Күнбе-күн молайып келе жатқан қаржыны есептеумен басқару үшін арнайы қор құру қажет болады. Бір күні жігіттер ауылдан университет салайық деген бастама көтереді. Бірақ бұл бастаманы министрлік қолдамайды. Себебі ауылда темір жол жоқ еді. Құдай қолдап бұл мәселеде оң шешімін тапты. Ауыл тұрғындары мемлекетке темір жолды да, университетті де өзіміз саламыз, бізге тек рұқсат бер деген өтініш жолдайды. Бұл жолы мемлекет рұқсат етеді. Осылайша аз уақыттың ішінде Египеттің шалғай бір түкпірінен 6 факультетті, 600 орындық қыздарға, 1000 орындық жігіттерге арналған жатақханасы мен үлкен универ ашылады. Темір жол келген соң қатынас мәселесі де жолға қойылады. Тіпті студенттерге жол ақысын тегін етіп қояды. Ал Салах болса бірнеше жылдан соң компаниядағы өзінің үлесін толығымен Құдайға береді де, өзі қарапайым жұмысшы ретінде айлық алып Құдайға жұмыс істейді. Сол Салах өткен жылы 70-тен аса бере өмірден өтті дейді. Өмір бойы тапқан табысының жартысын, әлде одан да көп бөлігін арнаған бизнестегі серіктесі оған қандай сый бергені Салахқа ғана аян. Бізге белгісіз. Салах Атияның жаназасына миллионға жоқ адам жиналып сапқа тұрады. Ал оның дәл осындай адам болғаны, дәл осындай бизнес құрғаны, оның табысының сыры тек Салах Атия өлген соң ғана ашылады.